Міне осы күпірлік, күдік, бейқамдық, осы үшеуінің әрқайсысы перде деп аталады. Соқтан Алла Тағала келесі сөзінде айтады: сен бейқам едің дейді мына қияметтен. Қараңыз, Раббыңның алдына келетін күніңнен есеп тапсырасың, сұраласың, періштелер бар, куәгерлер бар, кітап. Сен бұдан бейқам едің. Факашафна анка ғитоака. Қараңыздар, міне бүгін сенің күпірлігіңнің пердесін ашып жібердік дейді. Міне сенің күдігіңнің пердесін ашып жібердік дейді. Міне сенің бейқамдығыңның пердесін асып жібердік те, көзің деген өткір болыпты дейді. Қазір ешқандай дәлел керегі жоқ саған, түгеліне сеніп тұрсың. Көзің өткір деген сөз, сен қадала қараудасың. Енді бітті, болды. Сенің көзіңнің жеткені ғана болмаса пайда жоқ деп отыр Алла Тағала. Ол күні жанға, адамға иманы пайда бермейді дейді. Өйткені ол күні бәрі иман келтіреді. Ол күні ақиқаттар істейді. Ана Алла Тағалаға сәжде бұйрығының өзі берілген кезде мүминдер осы өмірде сәжде жасады ғой. Мынандай қызық нәрсе бар екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: мүмин адам қабірге кіргізілген кезде дейді, қабіріне қойылған кезде, сөйтіп жаңағы күн батып баратқан сәт. Бағана айттық қой, күннің бататын уақыты, жаңағы екі уақытта көрсетіліп тұратын орындары бар. Күн батып баратқан кезде, күннің бататын уақытында сол күннің батып баратқан бейнесін көзіне көрсетеді екен Алла. Қарас, мүминге қандай не қарайды, өзінің өмірде құрметтеген нәрсесін. Сол батып баратқан күн көзіне көрінген бетте фаяджлису ваяхсаху вajhahu дейді. Отыра қалады да бетін сипап дағуни усолли, намаз оқығым кеп тұр деп. Қарас, нені қадірледі, қабірінде де сонымен жүреді екен ғой. Көрдіңіз ба? Сосын қияметте Раббыларына сәжде ету бұйырылған кезде гүр етіп құлайды олар мүминдер. Ал енді біреулер құлай саламыз ғой бізде деп тұрған кезде омыртқа істемейді. Ол күні істемейді. Ол күні пайда жоқ дейді Алла Тағала. Ол күні өтіріктердің бәрін көрсетем дейді мен. Міне, яума тублас сараиру, көкіректегі бүкіл сырларды ашып жіберем дейді. Міне, көрдіңіз ба? Өтірік нәрселер, омыртқалар істемейді ол күні жағындай. Ол күні тек Алла қалаған нәрсе ғана істейді. Алла қалаған адам ғана сәжде жасайды ол күні. Алла кімге қаламаса жасай алмайды. Сондықтан ол сәждені бүгін жөндеу керек бізде. Бүгін мына белді бүгу керек Аллаға. Бүгін өткен уақыты келіп тұрған кезде бүгу керек біз бұны. Қаншама ракағат сәжделер жасап, шамамыз келгенше нәпілдер жасап. Ертең кеш болады ол.